Бүгүнкү тақырып Аружан жазып алшы. Бүгүнкү тақырып Арман Максат тууралуу. Багана кыскача кичине рилста айтканмын. То есть кез келген өзгеріске жетүү үчүн да эң алдымен сиздин кабылдооңуз керек нерсе бурунгудай азыр жок да. То есть өткөндү казып отуратын, өткөн кечке дейин бара беретін, кечке дейин проработка жасай беретін, кечке дейин жанагы прошлыйга бара беретін. Азыр ондай энергия жок. Азыр сизге казыркы таңдагы эң керек нерсе ол текущий моментти өзгертүү, ягни казыркы саатыңызды өзгертүү. То есть сиз белгилүү бир өмүрдү каалайсыз, сол белгилүү бир өмүрдү сүргүңүз келеді. Енді сіз сол өмірді сүрүүңүз үчүн сизге өткенди казбалап, өткенге барып, кечке дейин өткен шакты өзгертип, онун кажеттилиги жок. Бирден сол керекти тагдырыңызды, керекти өмүрдү тандоо. То есть әлемде тек бир гана энергия, пространство, вот это вот пустота. Помните, мен бир мисал келтирген едим, вот ауада пустота. Әлемде осы бір ғана пространство, бір ғана кеңістік. Бүкіл энергия, бүкіл материяның энергиясы, бүкіл потенциал, бүкіл күш, бүкіл сила осы бір ғана пространство, бір ғана кеңістіктің ішінде. Ой, менің шашым тұрып кетті. Шаштарым қатты тұрады бұл жақта. Бір ғана кеңістіктің ішінде. То есть сізге ең керегі осы кеңістіктің ішіндегі керекті состояние, керекті энергияға қосылу. То есть сіз когда мен жанагы өткен шагымды жөндөө керекпин. Возможно, осыған дейін қаншама сабақтарды көрдіңіз да, қаншама дүниелерді өттіңіз, қаншада оқыдыңыз. Көбіңіз осы жерде проработканы талай жасаған, талай көрген адамсыздар да. Уже қаншама уақыттар өтті да, осындай сұраныстар басталғалы. То есть енді сізге керегі өткенді қазбалауды тоқтату, өткенге қайта оралуды тоқтату, өткен шақтың барлығын жай ғана жабу, жай ғана қазіргі сәтіңізде керекті энергияға, керекті состояниеге қосылу. Только сізге қажеті осы ғана. Әлемде бір-ақ пространство, Құдайдың энергиясы біреу ғана, бір ғана кеңістік, бір ғана поле. Осы поледе бүкіл энергия, бүкіл состояние, бүкіл күш барлығы осы ауа дейікші да, бір ғана ауа ғой әлемде. Барлығы осы ауаның ішінде бар, пропитан. Сам воздух этим пропитан. Бүкіл энергия, сила сіздің ішіңізде де, сыртыңызда да, бүкіл жерде просто есть, изобилие просто есть. Жан-жағыңызға қараңыз, жапырақтар, да, жан-жануарлар, өсімдіктер, адамдар, түрлі барлық нәрсе изобильно, барлық нәрсе өте көп. Киімнен көп нәрсе жоқ, аяқ киімнен көп нәрсе жоқ, да, телефоннан көп нәрсе жоқ. Аз болғанның өзінде күнделікті фабрикадан қаншама дүниелер шығып жатыр, қаншама нәрселер жасалынып жатыр да, жан-жақтан. То есть әлемде барлығы өте көп, әлемде бәрі изобильно. Сізге бүкіл күшіңізді, бүкіл энергияңызды қайта өткен шаққа сливать ете берудің қажеті жоқ. Было время, когда действительно өзгеретін ситуациялар болады, которые ең ауыр деген, ең қатты деген ситуациялар болады, соларды ғана можно один раз перепроживать, отпустить и все. Қалған уақытыңызда кешке дейін көп адамдардан сондай нәрсені замечаю постоянно, да. Бір нәрсе болса бітті, это мен өзім шақырдым. Вот это вот невроздың ішінде, да. Значит, мен өзім шақырдым, бұның бәрін өзім таптым, бұл анандай блогымнан, мына нәрсе мына блогымнан, постоянно фокус өткен шаққа кетіп қалған.
А когда-то для чего нам нужна была проработка, да? Бізге проработка, сеанстар бізге не үшін керек болды? Бізге тек қана прорабатывать ситуацию в моменте, потом отпустить, жіберу, все, проработали, например, бір сағат, да, проработали, отпустили, все, басқа уақытта сіз тыныштықта, басқа уақытта энергияда, басқа уақытта состояниеде болуыңыз керек еді. Біз соның өзін, то есть каждый день многие люди этим живут. То есть басының ішінде бір сезім келіп қалса, анау ана сезімнен мынау мына жерден пайда болған, мынау мынадан келіп тұр, мынаның себебі мынау, мынаның түбі қайда деген сияқты. Кешке дейін фокустың барлығы енді бір невроздан екінші неврозға ауысып кеткен. То есть сізге керегі ендігіде өзгерем деген теманың барлығын тоқтату. Басқа адамға айналам деген теманың бәрін тоқтату. То есть это как это происходит, да? Бұл нәрсе естественно болатын процесс. То есть сіз миыңыздың ішімен неврозға кірмесеңіз де, миыңыздың ішімен бұл нәрселерді ойламасаңыз да, сіздің өзгерісіңіз, сіздің дамуыңыз ол естественно болатын процесс. Понимаете? То есть, мысалға мен өсу керекпін демесем де, менің бойым өседі ғой даже. Мен шашымды өсіру керекпін деп бұны ойламаймын да. Шашым өздігінен өседі. Я не прилагаю никаких усилий. Бұған шашымның өсуіне қажетті не нәрсе? Шашымның өсуіне қажет единственный нәрсе ол менің бар болғаным, ол менің тірі болғаным. Пока мен тірімін, менің шашым өсе береді, менің тырнағым өсе береді. Да, өзгеретін нәрсе өзгере береді, организм өзгеріп жұмысын жасай береді. Оған керегі менің тек қана тірі болғаным, бар болғаным. Сіздің бүкіл өміріңіздің өзгеру үшін, өмірден қалаған нәрсеңізді алу үшін, қалаған энергияға, қалаған мақсатқа, қалаған өміріңізге жету үшін, сізге бар керегі не десеңіз, ол сіздің тірі болғаныңыз, ол сіздің бар болғаныңыз. Сізге қазір проблемаларыңыз қатты қиын көрінеді. Сіз өлгеннен кейін бұл да қалады. Бұл да бір әшейін уақытша кейін, да, уақытша дүние. То есть бұл проблемаларыңыздың да өзіндік қызығы, өзіндік задачасы бар, да, то есть. Поэтому сізге мақсатыңызға жету үшін ең басты керегі мақсаттан бас тарту. Бүкіл арман, мақсат, қалау деген дүниелерден бас тарту. Сол кезде ғана қалаған мақсатыңыз, қалаған арманыңызға жетесіз. То есть, сіз, например, мен өзгеремін деген кезде, да, сіз басыңызға задача қойдыңыз. Мен өмірімді өзгерту керекпін деген. Енді сіз, соответственно, сіздің осындай басыңыздағы өзіңізге берген тапсырмаңыздан кейін, сіздің басыңызда потребность туындайды. Сонда мен қандаймын деген. Яғни сіздің басыңызда екі момент бар. Бір момент қазіргі сіз, екінші момент сіз айналу керексіз, да? Сіздің, то есть, текущий версияңыз и сіздің болашақтағы версияңыз. Получается, сізде осы екі версияңыз бар, и сіздің басыңызда задача. Мен өзгеру керекпін. Не үшін өзгермей жатырмын деп тағы да сұрақ қойсаңыз, мен қазір, например, өз-өзіме сенімсізбін, мен жаңағы білімім аз, не знаю, дипломым жоқ, опытым жоқ, қолымнан түк келмейді. Яғни сіз өткен шағыңызға бірінші момент. Екінші момент, я болмаса өзіңіздің вот это вот негативке көңіл бөлесіз. Егер де сіз айтсаңыз, менің опытым жоқ десеңіз, менің опытым жоқ, менің білімім аз десеңіз, демек, сіз негативті энергияға көңіл бөліп тұрсыз. Оны өзгертем десеңіз де, оны ауыстырам десеңіз де, не важно. Қандай сөзбен айтпасаңыз да, негатив есть негатив. Одан кейін екінші момент, мысалға сіз айтсаңыз да, өткен шақтағы мен балалық шағымды өзгертуім керек, сол кезде бақытты боламын. Ана блогымды өзгертуім керек, сол кезде бақытты боламын. Екінші момент, сіз таким образом постоянно сіздің фокусыңыз қазіргі сәтте емес, сіздің фокусыңыз өткен шақта.
кай кезде сиздин фокусуңуз өткен шакта болады, я болмаса проблемада болады. То есть түшүндүңүздөр да, то есть сиздин фокусуңуздун проблемада болуу деген жаңағы дүние. Менде қазір білім жоқ, менде қазір қажетті нәрсе жоқ. Мен соны білім алу керекпін, я болмаса мен жаңағы самооценкамды өсіру керекпін деген сияқты өзіңіздегі жоқ нәрсеге көңіл аудару, я болмаса өткен шаққа көңіл аудару, бұл сіздің колоссальный, во-первых, энергияңызды алып қояды сізден, бүкіл күшіңізді алады бір, екіншісі сіздің уақытыңызды алады. То есть анандай да, как будто бы бұл жердегі сіздің мақсатыңыз не енді? Просто өз-өзіңіздің ішіңізде сила воля күшіңізді тауып, бүкіл потребностьтарыңызды басыңыздағы жабу. То есть сізге өзгерудің қажеті жоқ, поймите, сізге өзгерудің, сізге басқа адамға айналудың қажеті жоқ. Сіздің текущий версияңыз осы сізді қазіргі сіздің ойыңызша дамымаған сіз, және сіздің басыңыздағы болашақтағы дамып кеткен сіз, екеуі де қазіргі сәтте осы жерде, осы пространство, осы кеңістікте, осы жерде тұр. Понимаете? Одновременно они есть, и они существуют одновременно. Не поочередно, бірінен кейін бірі. То есть сіз қазір мынандайсыз, потом со временем сіз мына нәрсеге баратын сияқты. Это игра ума. Ол мидың иллюзиясы. Бір нәрсеге бару, жету, достигать деген нәрсенің барлығы мидың жай ғана неврозы. А сізге керек дүние просто переключаться. Бір состояниеден екінші состояниеге момент өту, и все. То есть сіз қазір өзіңізді, әр адамның басында өзіне беретін характеристикасы бар да, например, мен жаңағы, мен қызбын, там, менің білімім осындай, менің деңгейім осындай, мен самооценкам төмен, жоғары, там, неше түрлі да. Сіз дәл осы өз-өзіңізге беретін характеристиканы момент өзгертуіңіз. Яғни қандай болғыңыз келеді? Я умная здесь сейчас. Мен дамығанмын. Сол дамығанның энергиясы состояниесіне кіру керексіз. Мен уже дамығанмын. Мен уже өзгергенмін. Мен уже... То есть сіз ескі версияңыздан құтылу үшін, сіз ескі версияңызды жөндеуге тырыспау керексіз. Ол работает. Знаете, как это работает? Ол сіздің өткен шақты өзгертуіңіз, да, вот это вот вечные проработки деген дүниелер, ол анандай да, как будто бы сіз дұрыс емес соғылған ескі үйді, сол үйді бұзып, қайтадан үй салғыңыз келеді. Конечно, можно. Сізге ешкім қой демейді, үйді бұзып салсаңыз да. Но это колоссальная энергия. Жаңа үй салған куда легче, чем ескі үйді бұзып, қайта үй салғанша. Сіз оны бұзам дегенше, оны жөндейм дегенше, оны тазалап, орнына жаңа үй салам дегенше, сіздің колоссальный уақытыңыз кетеді. Поэтому сізге ескіні бұзудың, ескі үйді жаңартудың қажеті жоқ. Постройте новый, выбирайте новый. Просто жаңа нәрсені таңдау, понимаете? Жаңа нәрсені здесь сейчас таңдау. То есть сіз, не знаю, өз-өзіңізге сенімді адам болғыңыз келе ма? Қандай версияңызды өзіңізді көресіз, қандай версияңызды сезінесіз? Чувствуйте себя здесь и сейчас. Я такая. Мен дәл қазір, мысалға, женственный болғыңыз келе ма? Мен қазір сондаймын. Мужественный болғыңыз келе ма? Я сейчас такой. Білімді болғыңыз келе ма? Я сейчас такая. То есть сол состояниеге, сол энергияға өту, сол состояниеге өту, понимаете? Сізге бар керегі сол ғана. Жаңағындай өткенді қозғап барып келуге болады, айттым ғой, ол өте көп энергияны алады, ол өте көп уақытты алады. Сізге намного легче, қалаған өміріңізге прямой путь, ешқандай қиналусыз баратын, единственный прямой, колоссальный прямой путь, ол просто выбирать. Сізге керекті состояниені, сізге керекті нәрсені таңдау. Сіздің миыңыз ойлайды, менің қазіргі мына версиямнан
мына дамымай калган версия мынан допустим мынау да, мына экинчи дамыган версияга я должна дойти. Мына жерден мына жерге А точкадан Б точкага баруу керекпин. А точкадан Б точкага жетүү керекпин. Я должна достигать, я должна перерасти. Бунун барлыгы эгонун иллюзиясы. Мынау да сиздин казыркы сиз де, болошактагы сиз де бир моментте, бир сәтте дәл қазір барсыз. Понимаете? Сіз ешқашан оған жүріп барып жетпейсіз. Сіз ешқашан оған через время барып жетпейсіз. Сіз либо қазір дамығансыз, либо нет. Сіз либо қазір самооценкаңыз жоғары, либо нет. Сіз либо қазір батырсыз, либо нет. Либо сіз қазір женственныйсыз, либо никогда. Если сіз ойыңыздың иллюзиясына сеніп қалатын болсаңыз, тому что мен бір күні сол жерге жүріп барып жетем деген, ол күн ешқашан тумайды. Поверьте мне, миллион раз мен сізге могу выписать гарантию. Егер сіз барып жетем дейтін болсаңыз, сіз оған никогда жетпейсіз. Оның барлығы сізге осыған дейінгі мақсаттарыңыз казалось, да, как будто бы сіз бір нәрсеңізге бір через время соған жүріп барып жеткен сияқты сіздің миыңызға көрінді. Самом деле ол мүлдем басқаша болды. Қай кезде сіздің өзіңізге не нәрсені басыңыздың ішінде позволить еттіңіз, рұқсат бердіңіз не нәрсені, сол кезде ғана ол сіздің өміріңізге келді. А сіз просто это было неосознанно. Вам казалось, что сіз жүріп жеткен сияқты. Өмірде уақыт деген понятие жоқ. Уақыт деген, ол айттым ғой, уақыт деген ол сағаттың жаңағы тықылдап өткені емес. Уақыт деген предметтің бір орыннан екінші орынға қозғалғаны, это и есть время. Адамның жаны со скоростью света қозғалады ғой, адамның жаны бір әлемнен екінші әлемге запросто өте алады да. Қаншама уақыт, ешқандай технология өте алмайтын уақытты, например, 5000 жарық жылы деп айтады да, неше түрлі жаңағы басқа планеталар, басқа дүниеге баратын жерлерді жан секундта барып келеді. То есть сол жүріп өткен жолы, жаңағы жүріп өткен жол, именно сол уақыт. Егер предмет, зат, адам бір орында тұра берсе, уақыт та бір орында тұра береді, понимаете? Только момент. Только қазіргі сәт, только момент. Если осы моментте сіз куда-то шаг жасайтын болсаңыз, сол уақыт. Ал вот это вот тикать еткен время, да, ол просто механически жай ғана сізге ориентация. Просто бір күніңіздегі эффективный өткізу үшін жай ғана ориентация. Ол настоящее время емес. Нағыз уақыт жылдамдықпен өлшенеді. То есть, егер де сіздің денеңіз қозғалмайтын болса, ешқандай уақыт өтіп жатқан жоқ. Бывает же, бір өміріңіз паузада қалып кеткен сияқты, да, как будто бы өміріңізде ешқандай өзгеріс жоқ, тишина, да, өміріңізде. То есть, уақыт действительно сондай. Уақыт ешқайда зымырап өтіп бара жатқан жоқ. Уақыт кетіп бара жатқан жоқ. Ол сіздің ойыңыз, басыңыздың ішіндегі просто это ваша идея. Менің уақытым өтіп бара жатыр деген сіздің басыңыздағы идеяңыз ғана. Менің уақытым өтіп кетті деген то же самое сіздің басыңыздағы идеяңыз ғана. То есть, әлемде бары тек қана қазіргі сәт. Тек қана момент. Осы моментті просто сіз каждый раз по-другому называете. Осы моментке сіз каждый раз түрлі ат бересіз. Сіз бұл моментті кеше деп атайсыз. Сіз бұл моментті ертең деп атайсыз. Қазір отырдыңыз мысалға, сіз айттыңыз да ертең деп. А бұл не ертең дегеніңіз? Ол жай ғана сіздің сөзіңіз ғой, басыңыздың ішінен шыққан ертең деген сөз ғана. А сол ертең деген сөзді сіз қай кезде айтып отырсыз? Дәл қазір. Қазіргі сәтте. Сіздің бүкіл әрекетіңіз қазіргі сәтте болады. Барлық әрекетіңіз. Сіз мақсатыңызға жеткен кезіңізде ол сіздің қазіргі сәтіңіз болады.
Осознавать эткен кездеріңіз де ол сіздің қазіргі сәтіңіз болады. Арманыңыздың орындалған сәті де ол сіздің қазіргі сәтіңіз болады. Қалғанның барлығы тек қана сіздің басыңыздың ішіндегі құр қиял. Понимаете? Просто бұла адамдарда өте сөз көп, өте көп сөз. Бессмысленный жай ғана әңгімелер, жай ғана сөздер, да? То есть сізге что надо делать? Ең бірінші сыртқы аузыңызды жабу, да, то есть сыртқа сөйлеуді тоқтату, аз сөйлеу. Вам не нужно говорить, чтобы андай да, бүгіннен бастап әдетке айналдырыңыз. Лишний раз вам не надо говорить. Просто сөйлемеңіз. Специально сөйлеспесеңіз де болады. Анандай да, сіздің тыныштығыңыз екі этаптан өту керек. Бірінші, сіз сыртта сөйлеуіңізді тоқтатасыз. Бессмысленный әңгімелер, бессмысленный дүниелер, вот это вот ешқайсысыға қажеті жоқ. Бірінші, тыныштыққа келетіннің прямой путь. Екіншісі, аузыңыз жабылғаннан кейін, ну то есть сөйлеуіңіз азайғаннан кейін, тоқтағаннан кейін, да. Екінші момент, ішіңіздегі аузыңызды тағы жабу. Ішіңізде де сөйлеуді тоқтату. Нағыз тыныштық сол. Бірінші, сыртқы сөйлеуді тоқтатасыз. Екіншісі, іштегі сөйлеуді тоқтату керексіз. Өте көп адамда сондай, сыртымен де көп сөйлейді, ішінде де өте көп әңгіме. Бір нәрсемен салыстыру, бір нәрсені бағалау, бір нәрсеге жаңағы оценка беру, ананы айту, мынаны айту, өз-өзімен эгоңыз екіге бөлініп алады да, өз-өзімен сөйлеседі. Ішкі сіздің монологтарыңыз, ішкі диалогтарыңыз, ішіңіздегі әңгімелеріңіз, вот барлығы просто сізге қажеті жоқ шум. Ешқайсының сізге қажеті жоқ. Мақсатыңызға жету үшін, даже если так глубоко кіретін болсаңыз, сізге даже ойланудың қажеті жоқ. Понимаете? То есть сіз барсыз, сіз жай ғана тыныштықтасыз. Импульс ол пайда болады өздігінен. Мысалға, ол қалай пайда болады, да? Көп адам өз-өзіне маған неге идея келмейді, мен неге жаңағы, не знаю, да, маған неге күшті идея келмейді, көбінесе осымен страдать етеді. Маған неге интуиция келмейді, маған неге идея келмейді деп өз-өзінен жоқ идеяны суырып алғысы келеді, өз-өзінен жоқ интуицияны суырып алғысы келеді, да. А ол сіздің сондай неге маған идея келмейді деген идеяңыз тұрған кезде ол нәрсе келмейді. Қай кезде келеді? Только адам қай кезде тыныштықта, не только сыртқы аузыңыздың үндемегенімен, да, но и сіздің ішіңізде тоже үнсіздік болу керек. Перестаньте говорить и вслух, и внутри. Просто тишина. Қай кезде ішіңізде дәл осы тишина, тыныштық, да, идеяның көкесін сол кезде көресіз. Осознаниенің көкесін сол кезде көресіз. Мен бір апта бұрынғы менімен, да, сіздерге әңгіме айтқам. Қазіргі өзімді вообще салыстыра алмаймын. То есть, я не знаю, когда это я все айтам, қашан бұның бәрін, да, то есть, осознание очень много. Информации очень много. Вот это потоктағы келетін информация, сознание, да, каждый день, прям просто поток, просто энергия, вот это іштен ашылатын ілім, іштен ашылатын вот это знание, да, өте көп. Даже айтып тұрмын ғой, даже бір аптаға бұрынғы өзімді ойласам, как будто я была бы, знаете, туповатая. Я буквально солай сеземін, как будто бір апта бұрын я была чуть-чуть туповатая, а қазір чуть-чуть умнее стала. А мен білемін, что бір аптадан кейін қазіргі сәтімді я буду чувствовать как туповатая. Ну, как описание сондай. Ну, то есть, ішіңіздегі полный күш ашылу үшін, ішіңіздегі рухыңыз ояну үшін, сізге надо молчать. Үндемеу керек.
То есть сіз тынычта турган кезде, например, калай болот да, сизге идея, интуиция жалпы калай келет? Аузуңузбен де тынычтык, басыңыздын ичинде де тынычтык да, допустим. Например, сіз отырасыз, бір кезде бывает же өзіңізден тәтті жегіңіз келеді да. Просто импульс. Барасыз, тәтті жейсіз. Или отырасыз, я не знаю, сіздің бір су ішкіңіз келеді. Барасыз да су ішесіз. То есть сіз алдын ала невротически ойланған жоқсыз. Маған неге тәтті жеуге идея келмей жатыр, мен тәтті жеуім керек. Не үшін мен қандай тәтті жеуім керек туралы, неге мен интуициям ашылмай жатыр деген сияқты. Сізде ондай невроз жоқ ішіңізде да, то есть вы даже не думаете об этом. Отырдыңыз, сізде даже в планах не было тәтті жеу туралы. Отырдыңыз, өз-өзінен сізде импульс пайда болды, тәтті жеу деген. Бардыңыз, тәттіңізді жедіңіз, все, моментті сезіндіңіз. Интуиция, идея тура солай жұмыс жасайды, равносильно. Басыңыздың ішінде тыныштық өзі-ақ келеді. Кімге не айту керек, өзі-ақ келеді. Қай жерде қандай әрекет жасау керек, өзі-ақ келеді. Ақшаны қалай табу керек, өзі-ақ келеді. Барлығы өзі келеді. Сіз невротически оны ойламаған кезде, невротически оны күтпеген кезде, жаңағы сияқты сіз неге маған қандай тәттінің түрін жеу туралы интуиция келмей жатыр, қашан келеді, маған тәтті жеу туралы жаңағы вот это вот импульста, желание маған қашан келеді деп сіз кешке дейін соны ойлай берсеңіз, сіз тәтті жеу тұрмақ, сіздің өмірді сүруге желаниеңіз қашып кетеді. Тәтті қалады жайында. Тура сол сияқты, то есть пока сіздің ішіңізде шум, сіз ана басыңыздың ішіндегі и сыртыңыздағы өзіңіз создавать ететін шумнан өзіңізді естімейсіз. Понимаете? Өзіңізді естімейсіз. Постоянно сіздің жаңағы өзгергіңіз келуі, басқа адамға айналғыңыз келуі, өткен шақты қазуыңыз, и так та сіздің басыңыздағы шумға 2 есе сізге шум жалғап береді. Сіз сосын головастикқа айналасыз. Сізде только бас қана. Денеңізді сезінбейсіз. Қандай денеңізде температурасы қазір? Сезіндіңіз бе осы сұраққа қойғанға дейін? Салмағыңызды сезініп отырдыңыз ба жаңа? Тізеңізді, табаныңызды қашан соңғы рет сезіндіңіз? Киіміңіздің денеге қалай касаться етіп тұрғанын қашан сезіндіңіз? То есть мүлдем өмірді сезіне алмайсыз, когда басыңыздың ішінде шум көп кезде. Сезіндірмейді ол. Ойларыңыз, сіздің вот это вот артық ойларыңыз да, сізге тыныштықты сезіндірмейді. Идеяңыздың дауысы бар, бірақ сіз оны ажырата алмайсыз. Басыңыздағы шумнан анандай да бір толпа. Сіз как будто акимсіз, аким города, да, елдің алдында тұрсыз, выступать етіп, да, и сізге вот это алдыңызда халық келіп тұр, и халық шулап жатыр да, әрқайсысының өзінің запросы бар сізге деген, да, и соның арасында кішкентай бала тұр, иногда сізге былай бір сұрақ қойып қояды да, или женщина, или мужчина там. Ана халықтың шумынан не то, что сіз оны естімеу, сіз просто оны не замечаете, соны көрмейсіз да. Понимаете? Поэтому сізге керегі это внутренняя тишина. Өмірдегі ең үлкен жететін жетістігіңіз сол. Қай кезде ішіңіздегі тыныштыққа қол жеткізесіз, бүкіл әлемнің кілтін сол кезде қолыңызға аласыз. Реальностьтің кілтін қолыңызға аласыз. Бүкіл реальность, айналаңызды қоршаған әлем, ол сіздің проекцияңыз. Өте көп адамдардың басында Құдай туралы понятие, Құдай туралы түсінік, Құдайды қабылдау полный противоположность болып кеткен. Көп адамдар ойлайды, к сожалению, Құдайға сыйынамын деп. Но олар Құдайға сыйынбайды, олар
кара энергияга, кара күчкө сыйынады. Знаете, как это, например, сиздин басыңызда коркунуч да, сиз Кудайдан катты коркасыз. И сол коркунучуңузбен сиз дуга жасайсыз. Сиз ойлойсуз, мен Кудайга сыйынып жатырмын деп. Нет. Сиз басыңызда Кудайды колдон жасагансыз, образды. Вам помогли. Конечно, бәрі. Әлем, бүкіл нәрсе сізге ол жайында көмектесті. Сізді басыңызда қорқынышты образ создавать етуіңізге. Өзіңіз Құдайды қолдан жасадыңыз, и сіз сол қолдан жасаған Құдайыңызға бағыттадыңыз. Поэтому өте көп адамның қанша дұға жасамаңыз, тілектеріңіз орындалмайды. Өмір бойы келмейтін көмекті күтіп өмір сүресіз. Өмір бойы. Потому что, во-первых, ешқандай жаман деген нәрсе жоқ. Екіншіден, Құдай мейірімі өте шексіз. Өте кең. Сізге вам надо понять это. Сізге оны түсіну, жүрегіңізді ояту, жүрегіңізді ашу керексіз. Пространствоға Құдайға қосылу керексіз. Бұны мимен түсіну мүмкін емес. Бұл айтса, бұл эгодан айтылған сияқты естіледі, как будто мен Құдаймын деген возвышенный сияқты естіледі, как будто бы самом деле это через глубокое сознание, без эго, эгосыз. Ол тек қана неден? Оянуға қатысыңыздар. Каждыйыңыз просто обязаны там пребывать, потому что именно сол жерде наконец-то матрицадан шыққан дегеннің не екенін түсінесіз. Көресіз өзіңіз не понаслышке. То есть сіз осыған дейін просто естісеңіз, матрицадан шығу деген бар деген, түрлі теорияны естідіңіз, түрлі білімді естідіңіз, бәрін естідіңіз, потом просто выходите. То есть сондай, да? То есть сізге андай да діннің сізге берген вот это вот қорқынышынан бірінші шығу керексіз. Екіншіден, одан жоғарылағаннан кейін өзіңіз тағдырдың басқаратын энергияға, состояниеге өзіңіз хозяинға айналу керексіз. Өміріңізді сіз бақыламасаңыз, Құдай бақылап жатқан жоқ өміріңізді. Просто осыны есіңізде сақтаңыз. Өзіңізді сіз басқармасаңыз, Құдай басқарып жатқан жоқ. Ол сіз басқару деген, ол эгоның ішіндегі мен бәрін басқарам, мен бәрін бақылаймын деген нәрсе емес. Ол мүлдем басқа нәрсе. То есть, қай кезде іші сыртыңызбен, бүкіл нәрсеңізбен, бүкіл болмысыңызбен өмірдің процесіне берілесіз, арман мақсатыңыздан полный бас тартасыз. Сол кезде бүкіл мақсатыңызға жетесіз. То есть арман мақсаттан бас тарту десек, көбісі ойлайды, сонда мен армандамай, қиялдамай, как я буду жить, да? Мен өмірім қызық болып қалмай ма деген сияқты. Мен өмірім қызық, например. Мен давно перестала мечтать. Я не мечтаю. Менде ешқандай арман мақсат, мен жетем, достигать, добиваться деген нәрсе жоқ. Просто сіз қалаған нәрсеңіздің айттым ғой, барлығы в моменте все есть. Сіздің қалаған нәрсеңіз пространство бүкіл жерде бар. Вы просто сіз сол нәрсеге қосыласыз, соединяетесь. То есть сіз ойлайсыз ғой, да, жаңағы басыңыздағы образды миыңыз жаңағыда сіздің будущедағы керемет өміріңізді, керемет образыңызды сіз ойлайсыз, оны сіздің воображениеңіз жасады деп та, то есть сіздің миыңыз ойлап тапты жасады. Нет. Сіздің миыңыз еш нәрсені воображение, қиялға жайбыңыз еш нәрсені ойлап тауып жатқан жоқ. Ол бар нәрсені сізге сезіндіріп жатыр. То есть сіз в момент кейде сол энергияға қосыласыз, потом отключаетесь. Қосыласыз, отключаетесь. А сіз постоянно сол потокқа, постоянно энергияға, Құдайдың энергиясына, шексіздікке сіз постоянно қосылулы болу керексіз. Понимаете? Сол кезде сіздің Құдайға құлшылық жасағыңыз келсе, да, сіздің әрбір сәтіңіз құлшылыққа айналады. Когда сіз Құдайға жүрекпен қосылған кезде,
Сізге не нужно выбирать время, не нужно выбирать место, да, чтобы сыйыну үшін орын таңдау, сыйыну үшін бір күй таңдау, да. Нет. Сіз 24/7 сіздің әрбір сәтіңіз құлшылық. Сіздің әрбір сәтіңіз тыныштық. Вы не забываете, вы не забываетесь. Ұмытпайсыз, осознание, постоянно тыныштықта. Вот это вот само тишина, вот это вот, да, тыныштық. Сөзсіз тыныштық, сол именно Құдайдың энергиясы, сол. Құдайдың өзі сол, тыныштық, тишина. И это огромная свобода, колоссальная свобода. Бүкіл жер беті сіздің үйіңізге айналады. Планета, жер беті, это ваш дом, сіздің үйіңізге айналады. Сіз кез келген жерде, кез келген орында, кез келген ортада өз-өзіңізді спокойно сезінесіз. Кез келген адаммен, кез келген жерде сіздің ішіңізде просто спокойствие, чувство «я дома», «я у себя дома». И ваш дом — это планета Земля. Это андай нәрсе да, бұл шексіздік, бұл тыныштық. То есть өзіңіз елестетіп көріңіз, да, сіз қазір өзіңізді қалай сезінесіз? Сіз өзіңізді біреудің үйіне қонаққа барған сияқты сезінесіз қазір. Біреудің үйіне қонаққа барыңыз, сіз оның ережесін бұзуға қорқасыз. Сіз подстраиваетесь. Сол үйдегі ережеге бағынасыз, артық күлуге, артық әңгіме айтуға, артық шулауға. Сізде постоянно контроль. Өз-өзіңізді под наблюдением, под контролем ұстайсыз. Постоянно сдерживаетесь. Сіз ұйықтасаңыз да, постоянно начеку, да. Сіз оянсаңыз да, еш жерде сіз өз-өзіңізді еркін ұстай алмайсыз. Ешқандай затты без спроса қолдана алмайсыз. Еш нәрсені еркін пайдалана алмайсыз, потому что у вас есть чувство, что это не ваше, что вы не дома. А когда, живя на этой планете, осы өмірді сүре тұра, сізде дәл сондай түсінік болатын болса, ана жердегі тұрған үй сіздікі емес, ана тұрған машина сіздікі емес, ана өмір сіздікі емес деген отождествление, то есть өз-өзіңізді бөлектесеңіз эгоңыз арқылы, мен мұндамын, анау менікі емес, мен мұндамын, анау бөлек, басқалар бөлек, мен мұндамын деген өз-өзіңізді бөлген кезіңізде, әлемнен өз-өзіңізді когда бөліп аласыз, полный считаете, что сіз біреудің үйінде жүрген сияқты чувствомен өмір бойы өмір сүресіз. Өз-өзіңізге бір нәрсені алуға позволять ете алмайсыз. Попробуйте біреудің үйіндегі барып да без спроса тамағын жеп көруге, киімін киіп көруге. Никогда сіз біреудің үйіне барып шкафын ашып киімін кие алмайсыз. Даже сұрап кие алмайсыз. Тура сол сияқты өз-өзіңізді әлемнен бөліп алатын болсаңыз, никогда өз-өзіңізге байлықты қолдануға, роскошты қолдануға, бақытты қолдануға, тыныштықты қолдануға никогда өз-өзіңізге рұқсат бере алмайсыз. Понимаете? Потому что сіз өзіңізді өзіңіз әлемнен бөліп алғансыз. Қай кезде әлемге қосыласыз, бүкіл әлем сіздің үйіңізге айналады. Әлемнің бетінде не нәрсе бар, это все ваше. Бүкіл әлемдегі роскошь, ол сіздікі самом деле. Бүкіл әлемдегі ақша, ол сіздікі самом деле. Бүкіл әлемдегі байлық, потенциал, энергия, возможности, барлығы сіздікі самом деле. То есть сіз өз үйіңізде өмір сүре тұра, сіз көршіңіздің үйінде жүргенде жүресіз, өз үйіңізде.
Понимаете? Бұл өмір сіздікі. Бірақ сіз сіздікі екенін никак сезіне алмайсыз. Никак өзіңізге рұқсат ете алмайсыз. Потому что нәпсіңіз оны сізге ешқашан позволить етпейді. Пока сіздің нәпсіңіз өмір сүріп тұрған кезде. Ешқашан сізге рұқсатын бермейді. Қай кезде сіз шексіздікке өтесіз, қай кезде сіз әлеммен қосыласыз, ол только эгодан жоғары кезде ғана, ол нәпсінің жоғары жағында ғана. Сіз ойлайсыз, нәпсіні өшіру ең қиын дүние деп. Это проще простого, поверьте мне. Нәпсіні өшіру это проще простого. То есть, сіздің мақсатыңыз бүгіннен бастап, да? Мына әлемді өзіңіздің хотя бы үйіңіз деп қабылдаңыз. Бүкіл әлемдегі адамдар сіздікі. Бүкіл әлем сіздікі. Когда сіз әлемді үйіңіз деп қабылдаған кезде, бүкіл адамдар сізге қызмет етіп бастайды. Сіздің эгоңызға емес, сіз ойлақамаңыз, тамандай, сіз якобы құдайсыз, да, қалғандары құлдар, которые сізге служат. Ол эгоның ішіндегі қисық қабылдау. На самом деле сіз өз өміріңіздің хозяинына айналасыз. А когда сіз действительно нағыз хозяинға айналған кезде, мир будет служить вам. Өсімдіктер өздерінің шөбін сізге беріп бастайды. И так та беріп жатыр. Жануарлар етін береді сізге, сүтін береді сізге, жұмыртқаларын береді сізге. Адамдар сізге ақшаларын береді, мүмкіндіктерін береді. Предметі, заттар сізге удобствосын береді. Бүкіл әлем сіздің жағдайыңызды жасайды. Каждый будет делиться вами тем, чем он имеет. Почему? Потому что оған рұқсат беретін сізсіз. Өміріңізді өз қолыңызға алған сізсіз. Сол энергияға, сол потенциалға қосылған сізсіз. А егер просто сіз қазір андайда сіздің өміріңізде сіз орныңызда жоқсыз. Сіз хозяин болып орныңызда тұруыңыз керек еді. Сіз өзіңіздің орныңызда жоқсыз. И сіздің әлеміңіз вот это. Почему сізге көмектеспейді адамдар? Почему сізге ситуациялар көмектеспейді? Почему у вас в вашей жизни возможностей нету? Потому что сіз жоқсыз өз орныңызда. Хозяин покинул чат. Сіз өз орныңызда жоқсыз. Сіз өз орныңызда жоқ болғаныңыз себебінен олар бағынбайды ешкімге. Понимаете? Сіз солардың ортасында жүрсіз. Сіз хозяин болып өзіңіздің тағыңызда отыруыңыз керек еді. Сіз қарапайым халықтың, қарапайым адамдардың қатарында жүрсіз. Сіздің хозяин екеніңізді білмейді де олар. Ну, то есть вот эти потенциалы, вот эти вот возможности, да? Поэтому олар білмейді возможностьтар, мүмкіндіктер кімге бару керек екенін. Егер хозяин орнында болған кезде олар хозяинға баратын еді, хозяинға бағынатын еді. А жоқсыз сіз орныңызда. Сіз жоқ болғаннан кейін сіздің әлеміңіз, вот это вот сіздің қоршаған айналаңыз, ішіңіз жоқ. Сіз жоқ болғаннан кейін сізге бағынбайды олар. Не то, что әлем, адам сізге бағынуы, да, то есть әлемнің сізге көмегін көрсетуі, сіздің элементарный денеңізді сіз бағындыра алмай отырсыз, понимаете? Попробуйте қазір қорқынышыңыз пайда болған кезде, мне это не надо деп запросто убрать. Не сможете? Күшіңіз жетпейді өз-өзіңізге. Қазір қорқынышты, уайымды сезініп отырып, попробуйте өз-өзіңізге айтуға, мен керек емес маған бұл уайым деп. Күшіңіз жетпейді өз-өзіңізге. Басыңызда бір құрттаған, не знаю, ойларыңыз бар, да, негативный ойларыңыз бар. Попробуйте өз-өзіңізге, бұл ой маған керек емес, енді мен бұл ойды ойламайын деп. Тыңдамайды сізді. Басқа адам тұрмақ сырттағы. Сізді собственный денеңіз тыңдамайды, өзіңіздің. А басқадан не қайыр, когда
өзіңіз өзіңізді тыңдата алмасаңыз, өзіңізге ет жақын, сізге денеңізден жақын, точнее сізге сізден жақын ешкім жоқ. Егер сізді сіз тыңдамасаңыз, егер сізді сіз обесценивать етсеңіз, егер сізді сіз жақсы көрмесеңіз, сізді сіз түсінбесеңіз, басқа адамнан не үміт, не қайыр? Ешбір адам ешқашан сізді түсінбейді. Ешбір адам ешқашан сізді жақсы көрмейді. Көп адамдар ойлайды, сізге жақсы біреу қарым-қатынас жасаса, это просто сырттан келген сізге оқиға деп. Ешқандай жақсы қарым-қатынас сізге сырттан келген жоқ. Ол сіз сондай болдыңыз изначально. Сіз сондай болғаныңыз үшін сізге жақсы қарым-қатынас. Поэтому сізге не керек дегенде, ол өз-өзіңізді тыңдатып үйрену. Ол өз-өзіңізге әміріңізді жүргізіп үйрену. Өз-өзіңізге күшіңізді, сөзіңізді өткізіп өз-өзіңізге үйрену. Сол кезде ғана сіздің бүкіл бойыңыздағы энергия потенциал ашылады. Например, қалай білесіз да өз-өзіңізге сөзіңіздің өтетінін? Мысалға, сіз бүйтіп айтасыз да, жаңағы тағдырды таңдауға келейік, допустим. Сізге тағдырыңызды жаңағы жаптыңыз да, өзіңізге былай айтасыз: болды, мен түсіндім, енді мен бүгіннен бастап өткенді қазбаламаймын, өткен шаққа бармаймын, мен тек қана енді өзіме керекті тағдырды таңдаумен айналысамын дедіңіз, допустим, өзіңізге, да? Осы сөзіңіз өзіңізге өте ма? Өтпейді. Қазір сіз, возможно, сөйтіп шешім шығарып отырған болуыңыз мүмкін, бірақ ертең сіз дәл осы шығарған шешіміңізді сіздің ішіңіз тасталқаны шығарып. Қалай? Сіз өзіңіз, как өміріңіздің хозяйыны ретінде сіз вердикт шығардыңыз, да? Мен бүгін шештім, мен өткен шақты қазбаламаймын, я только буду выбирать. Сіз қазір, ладно, келісіп отыр, сіздің ішіңіз үндемейді, хорошо деп. Ертең сіздің ішіңіз басыңызға шығады. Ертең сізге айтады: қайдағы? Бұл саған қажеті жоқ. Саған уайымдау керек. Сен бүйтіп отыра берсең, саған кім ақша алып келіп береді? Басталады ертең сіз. Сіз мына өзіңіздің шығарған шешіміңізді өзіңіз оспаривать етіп, өзіңіз талқылап, өзіңіз жұлмалап, быт-шытын шығарып, жоқ қыласыз, өзіңіз ақ. Сізге бұл шығарған шешіміңізді мен осылай шештім деп сіз даже отбасыңызға айтудың қажеті жоқ. Отбасыңыз оны талқыламай тұрып, сіз өз-өзіңіз ішіңізде оны түтіп жеп, талқылап, жоқ қылып, быт-шытын шығарасыз. Бұл деген сөз өзіңіздің ішіңізде өз-өзіңізге авторитетіңіз жоқ деген сөз. Жүрмейді өз-өзіңізге сөзіңіз. Өзіңіз шығарған шешімге өзіңіз сомневаться етесіз. Өзіңіз шығарған шешімді өзіңіз оспаривать етесіз. Өзіңіз шығарған шешімді өзіңіз быт-шытын шығарасыз. То есть сіз анандай король сияқтысыз да, который ешқандай сөз өтпейтін, ешқандай авторитеті жоқ. Тура сондай. Ал жақсы да, осындай. Енді сіз бұл ситуациядан қалай құтыласыз, да? Опять-таки, құтылам демейсіз. Мен өзімнің ішімдегі хозяиныма айналу керекпін демейсіз. Я уже такая. Мен уже осындаймын. Момент өзгеріп үйрену керексіз. Ертең ойыңыз ауысып, состояниеңіз ауысып кете ма, момент өзгеру. Тағдырыңызды таңдап үйреніңіз. Момент таңдап үйрену керексіз. Мысалға, сіз, я не знаю, бір денежный, бай бір өмірді қалайсыз, да? Чувствуете сол байлықты. Я уже такой, я уже такая. Бітті, это не обсуждается. Соны прям денеңізбен,
акыл оюңузбен, бүкүл жан тәніңізбен соны сезіну керексіз, сол өмірді сүру керексіз. Не важно, кем вы были. Не важно, қандай өмірді сүрдіңіз. Не важно, қандай сізде травма. Тозақтан келген адам болсаңыз да, не важно. Маңыздысы, сіз нені таңдайсыз дәл қазіргі сәтте. Бір ғана сұрақ осы ғана. Дәл қазіргі сәтте нені таңдайсыз? Басқа ешқандай сұрақ жоқ. То есть сіз бақытты болсаңыз, дәл қазір ғана бақытты боласыз. Мысалға, сіз айтсаңыз, егер мен ертең бақытты боламын деп. Осознайте, бұл жай ғана сіздің қазір айтып отырған басыңыздағы ойыңыз, яғни сөзіңіз. Мен ертең бақытты болам деген звук, ол қазір шығып жатыр. Понимаете? То есть, по факту, сіз немесе қазір бақыттысыз, немесе қазір опечалены. Немесе қазір сіздің жүрегіңізде тыныштық, я болмаса мазасыздық. А қазіргі сіздің жүрегіңіздегі тыныштық, ол тура сондай тыныштықты создавать етеді. Қазір ішіңіздегі бақыт тура сондай бақытты создавать етеді. Алмадан алма ғана пайда болады. Алмұрттан алмұрт ғана пайда болады. Алмадан алмұрт тумайды. Ішіңіздегі мазасыздықтан ешқашан тыныштық пайда болмайды. Ішіңіздегі қорқыныштан ешқашан батырлық пайда болмайды. Ішіңіздегі бақытсыздық никогда бақытты создавать етпейді. Бақытты болғыңыз келе ма? Сіз қазір бақыттысыз, бітті. Жүректің тыныштығына қол жеткізгіңіз келе ма? Сіз қазір тынышсыз, бітті. Болды. Этим определяется ваше счастье. Сіздің бүкіл өміріңіздің сапасы айналып келгенде сіздің қазіргі сәтіңізге келіп тіреледі де қалады. Потому что сізде бары только қазіргі сәт қана. Менің болашағым бар десеңіз, ол сіздің қазір айтып отырған басыңыздағы бір сөйлем, сөзіңіз ғана. Менің болашағым бар деген сөзді сіз қазір айтып отырсыз. Менің осындай өткенім болды деген сөзді сіз қазір айтасыз. Сіз қазір отырып алып болашақ туралы ойлайсыз. Сіз қазір отырып алып өткен шақ туралы ойлайсыз. Сіз қазір отырып алып менің ертеңім, менің кешем, бұның барлығын қашан істеп жатсыз? Қазір. Сонда сізге туындайтын бір ғана сұрақ. Сіз қазір бақыттысыз ба? Или нет? Да или нет? Болды. Ешқандай андай бұдан смысл іздеудің, иронизировать ешқандай қажеті жоқ. Қазір сіз бақыттысыз ба или жоқ па? Да или нет? Да болса, сол даға жалғасады. Нет болса, сол нетке жалғасады. Барды бар жасайды, жоқтан жоқ туады. Поэтому почему жаңағы айтылған нәрседе бүкіл арман мақсатыңыздан бас тарту керексіз? Вы должны перестать мечтать, потому что сіздің армандауыңыз, мен мысалға, я не знаю, менің қолымда телефон бар қазір, да? Мен телефон армандамаймын ғой. Почему? Потому что менде телефон бар. Сытость. То есть сол сияқты сіздің армандау дегеніңіз, кім армандайды? Өзінде жоқ адам армандайды. Менде телефон жоқ болса, мен соответственно мен телефонды армандаймын. Телефонды армандағанның өзі это факт того, что менде ол жоқ деген сөз. Ал жоқ, ол жоқты туғызады всегда. Всегда. Бар, ол барды туғызады. Сіздің көңіліңізде сытость болу керек, сіздің ішіңізде тоқшылық болу керек. Қай кезде ішіңізде тоқшылық, көңіліңізде сытость болады, сол кезде ғана сол тоқшылықты ішіңіздегі тоқшылық туғызады. А қай кезде сізде тоқшылық болады? Қай кезде сіз армандау, мақсат қою, добиваться, достигать деген нәрселерден бас тартқан кезде. Осы. Поэтому бас тартасыз. Одно дело бас тарту, другое дело
кайтадан имеющийга өтүү. То есть сиз, например, телефонду армандаудан бас тартасыз, телефонуңузду бар деп сезинесиз. Понимаете? Үй алууду армандауду бас тартасыз, армандаудан. Үйү бар адам сыяктуу чувствоны сезинесиз. Сиз ойлойсуз, это мен как его кыялдап жатырмын, өтірік нәрсені армандап жатырмын, кыял деп да. А оны айтатын, ол сіздің эгоның ішінде бұның барлығын жасайтын болсаңыз, ол действительно құр қиял болады. Ал эгодан шығып жасайтын болсаңыз, жоғарғы состояниеде, ол Құдайдың состояниясы болады. Ал ол үшін оянуға қатысыңыздар. Обязательно. Прям 1000000% вашей обязанности. Қатысқан кісілер болса, просто состояние, Құдайдың состояниесіне қосылу, бітті. Басқа еш нәрсе бұл өмірде сізге, знаете, не керек? Дым қажеті жоқ. Өмірдің формуласы бірге бірді қоссаң екі болды. Жалғыз өмірдің формуласы сол ғана. Все настолько просто. Бірге бірді қоссаң екі дегеннің өзі оның жанында қиынырақ чуть-чуть. Өмір өте простой. Құдайдың адамға берген нәрсесі өте простой. Проще простого. Как дыхание. Дәл тыныс сияқты. А соны сезіну үшін өте қиын дүние. Оны просто эгоның ішіне түсіне алмайсыз. Просто қанша айтпа, ол нәпсінің ішіндегі бәрібір по-другому ощущается. Поэтому хотя бы бейшаралықтан өтіңіз да, бейшаралықтан шығасыз, менде жоқ деген состояниеде. Бітті, сіз уже байсыз, болды. Это не обсуждается. Не знаю, красавчик, красавица болғыңыз келе ме? Бітті. Жас болғыңыз келе ме? Бітті. Вы уже молодая красавица. Деніңіз сау болғыңыз келе ме? Бітті. Сіздің уже деніңіз сау, здесь сейчас. Аурумын, аурудан емделу керекпін, аурудан құтылу керекпін, аурудың психосоматикасын табу керекпін, ауруды не үшін шақырдым? Бұл қандай? Перестаньте говорить. Айттым ғой. Бүкіл вот это вот просто болтовня дым көмектеспейді сізге. Вам надо уметь состояниями владеть, состоянияны управлять етіп үйрену керексіз. А состоянияны управлять ету үшін сізге ешқандай сөздің қажеті жоқ. Вы должны молчать, перестать говорить и снаружи, и внутри. Только тогда огромный потенциал, огромная энергия. Вы будете управлять, вы станете хозяином. Все. Нарыққан ояну қорқыныштан мен просто тыныштықта жүрегім, тыныштықта өмір сүргім келеді, білмейтін заттарды сескенемін. Дым қорықпаңыз. Ешқандай қорқынышты емес. Мысалы, мынандай тыңдау, я уверенная в себе, сейчас ли у меня и свою уверенность маған тартыла ма. Да, то есть вы должны чувствовать само состояние. Состояниенің өзін сезіну керексіз. Егер сіз айтсаңыз ішіңізде, я уверена в себе дейтін болсаңыз, өтірік қой ол. Понимаете? Миыңыз жынды емес ол да. Миыңыз сізден ақылды. Ол біледі. Сіз өз-өзіңізді алдап отырғаныңызды. Ішіңізден я богатая дейтін болсаңыз, миыңыз біледі сіздің кредитта өмір сүріп жүргеніңізді. Это самообман. То есть сіз ішіңізде, айттым ғой, перестаете говорить, ішіңізде сөйлемейсіз, я уверенная деп. Сіз сол прямой состояниенің өзіне өтесіз. Состояние уверенности.
состояние богатства. Калганынын баары кур сөз. Ешкандай сам по себе вот это вот сөз, ой деген нерселер ешкандай адамга зили жок, ешкандай да, просто шум создавать этет. Не нерсе оорлук туудурат дегенде, ол сиздин чувстволоруңузга оорлук туудурат. И в то же время эмоция мен чувствону ажыратып үйрөнүү керексиз. Эмоция башка, чувство башка. Эмоция менен өмүр сүрген діндегі ұстазымыз айтатын еді, шыңды жүрегіңді ойыңды тыныштық ұста, әр сезім артында қара энергия тұрады, сол тыныштық келсе қара энергия біртіндеп түсіп қалады дейтін, өмірді жеңіл қабылда, сосын мен сол айтқаны есіме түсіп жатыр. Дәл солай. Дәл солай. Дінде да, разные культураларда, осы діннің индуизмда да, буддизмда да, ведический знанияларда да, исламда да барлығында айтатын бір-ақ қана дүние. Просто әр адам өзінің культурасымен, әр адам өзінің өмір танымымен, әр адам өзінің менталитетімен, әр түрлі сөзбенен бір нәрсені передает, бір ғана истинаны. Шындық, вот это вот өмірдің, өмір бойы сіз іздеп жүрген шындығы, сіздің вот это вот қолыңыздан да жақын. Сол шындық сізге сіздің бетіңізден де жақын. Понимаете? Құдайды өзіңізден алыстатқан сайын қиналасыз. Неғұрлым Құдайды алыстатасыз, соғұрлым жаныңыз шырқырайды, соғұрлым қиналасыз. Өмірдің тауқыметі деген нәрсені, өмірдің азабы, өмірдің сынағы деген нәрсені неғұрлым Құдайды өзіңізден алыстатасыз, соғұрлым тартасыз. Неғұрлым Құдайды өзіңізге жақындатасыз, соғұрлым еркіндікке шығасыз, соғұрлым бақытты боласыз. Қай кезде Құдайды полный ішіңізге кіріп Құдаймен бірігесіз, шексіздікке өтесіз. Қалай уверенная болып жүрген болады, бәрі өзі болады деп спокойно қалай жүрген болады. Оянуға келіңіз. Сол жерде түсінесіз полный бәрін. Потому что, знаете, сам по себе вот это вот самооценка деген жоқ нәрсе. Сіз, адам, ешқашан уверенный бола алмайды. То есть, не нәрсеңізге уверенный болғыңыз келеді да, өзіңіздің. Например, шашым әдемі десеңіз, шашыңыз түсіп қалуы мүмкін бір күні, да. Мен білімдімін дейтін болсаңыз, сіз білмейтін өте көп дүниелер бар да, сіз конкретно тупить ететін өте көп дүниелер бар да өмірде. Денсаулығыма сенімдімін десеңіз, ол да бір күні кетеді. Не знаю, отбасыма сенімдімін, күйеуіме сенем десеңіз, ол да бір күні алдауы мүмкін, да. Күйеуіме деген махаббатыма сенем десеңіз, бір күні сезіміңіз өзіңіздің де суы мүмкін. Кез келген нәрсе өмірдегі уақытша, кез келген болмыс, кез келген қимыл қозғалыс, кез келген тіршілік уақытша. То есть сіз тіршіліктен, вот это вот өзіңіздің бойыңыздан никогда уверенности таба алмайсыз, потому что уверенность, человеческий уровеньде, материяда уверенность жоқ. Материяда барлығы ауыспалы, барлығы келеді кетеді. То есть адамның әдемілігі де қалады, денсаулығы да, қартаяды адам. Байлығы да келіп кетеді, жақсылықтар да келіп кетеді, кез келген дүние келіп кетеді. То есть сіз материальный әлемнен, материядан никогда уверенность таба алмайсыз. Единственный сізге уверенность беретін нәрсе ол Құдай ғана. Қай күні Құдаймен қосыласыз, сіздің уверенностіңіз ол Құдай ішіңізде, только сол ғана. Только ішіңіздегі Құдай ғана сізге уверенностьті бере алады. Потому что бәрін Құдайға тапсырасыз, тапсырған одно, барлығын Құдайға тапсырған кезде сіз өмірдің қиындықтарынан қорықпайсыз. Потому что бы ни случилось в вашей жизни,
Это то, что должно было происходить. Қаншалықты сіз оған кедергі жасаңыз, жасамаңыз, болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе болмайды. То есть таким образом, во-первых, сіз Құдайға тапсырасыз бәрін. Екіншіден, өзіңіздің Құдай екеніңізді осознать етесіз. То есть Құдайдың энергиясы – это сіздің энергияңыз. Это одно и то же. Сіз сол арқылы, через Құдай арқылы ғана сіз вот это вот уверенностьқа жетесіз, но это уверенность деп она не называется. Это просто состояние бытия, сіз жай ғана барсыз. И сізге қажеті жоқ уверенный болу, болмау. Например, андайда менде ондай жоқ, например, уверенный болам, ондай жоқ. То есть уверенный болудың өзі это иллюзия мидың ішіндегі. Шындығында сіз жай ғана барсыз. Сіз бүкіл өзіңіздің бар жағыңызды қабылдау. То есть егер мен өзімді, например, тек қана ақылдымын деп есептейтін болсам, айттым ғой, мен өз-өзімнен ақылды нәрселер күтем, ақылды сөйлегенімді қалаймын, ақылды көрінгім келеді, ақылды сөйлеп қалғым келеді, ақылды бір жерде өзімді ақылды қылып көрсетіп қалғым келеді. Это вот маска оның бәрі. То есть ақылды болмай қалған жерімде, ақыл шықпай қалды мысалға да, бір айтатын сөз таппай қалдым. Сол кезде өз-өзімді жек бастаймын. Сен ақылды болуың керек еді, неге сен болған жоқсың? Сен ақылды әрекет жасауың керек еді, сен неге жасаған жоқсың? Сен күшті болуың керек, неге болған жоқсың? Понимаете? То есть самоедствование. То есть сіз ақылды ақымақ екеуін қабылдайсыз. То есть и так-то солай ол. Бірде адам ақылды, бірде ақымақ. Бірде ақылдымын, бірде ақымақпын. Бірде жақсымын, бірде жаманмын. Бірде күштімін, бірде онша емеспін. То есть түсіндіңіз да? Бірінші өзіңізді полный қабылдау. Екінші өмірдегі ситуацияларды қабылдау, Құдайға тапсыру. Үшіншісі Құдайға қосылу, шексіздікке қосылу. Сіз сол Құдайдың өзісіз. Құдай өмірге менің өміріме менің көзіммен қарайды. Сіздің өміріңізге сіздің көзіңізбен қарайды. Оның өміріне оның көзімен қарайды. Болды. Сіз ішіңіздегі Құдайдың өмір сүруіне воля беру керексіз. Сіз Құдайға ішіңіздегі өмір сүргізбейсіз. Мен өмір сүремін, мен. Сіздің эгоңыз постоянно сайрап тұрады. Мен өмір сүремін, мен реттеймін, мен шешемін, мен жетем. Ол меніңіз қалады бір кезде менікі деген басталады. Менің затым, менің дүнием, менің жетістігім, менің білімім, менің көргенім, менің анандайым, менің мынандайым басталады. Ол меніңді қойып біздікіге өтесіз потом. Біздің анандайымыз, біздің мынандайымыз. Это полное страдание. Ол құлқын деген сол ғой, жаңағы нәпсі құлқын. Ол құлқын ешқашан тоймайды. Ол бірінші мен деп бастайды. Одан кейін менікі деп бастайды, бүкіл нәрсені өзінен жапсырып. Одан кейін біздікі деп бастайды, бүкіл нәрсені меншіктейді. Ал әлем шексіз ғой. Барлық нәрсе сіздікі тәкті. Бүкіл әлем сіздікі. Сіз әлемді алмайсыз. Сіз айналаңыздағы бір-екі нәрсені ғана аласыз. Осы менікі деп жабысып өмір бойы сол нәрсеге. Осы ғана менікі, мен басқасына жетуім керек, басқасына заслуживать етпеймін. То, что я заслуживаю, вот это деген сияқты ограничениенің ішіндегі өмірді сүргізеді сізге сіздің нәпсіңіз. Ал одан шығатын нәпсіден шығу. Шексіздікке өту, сонда просто самооценканың өзі. Айттым ғой, самооценканың өзі ол иллюзия, ол қажеті жоқ нәрсе. Адамға самооценканы, то есть сіз самооценканы қалайтын, ол сіздің эгоңыз, сіздің миыңыз, меніңіз да, басыңыздағы. Ал оны алып тастасаңыз, жай ғана просто сіз барсыз, бір әрекет жасайсыз, бір сөздерді сөйлейсіз, бір әрекеттерді жасайсыз, болды. Сізден белгілі бір әрекет шығады, сізден сөз шығады. Сіз просто страдать етпейсіз. Не оцениваете себя, не оцениваете ситуацию.
Сіз барсыз, сізден шығатын әрекеттер болды. Бұл шексіздік, бұл еркіндік только. Ал білмеймін, мен жалпы эгоның ішінде не нәрсеге самооценкаға ие болуға болады да. Жоқ қой ондай нәрсе. Эгоның ішінде жоқ. Мысалға мен еш нәрсемді айта алмаймын мен қазір. Қазіргі жасап жатқан жұмыстарыма, қазіргі проекттарыма сенімдімін деп айта алмаймын, потому что бұл өмір, да, ешқандай денсаулығыма тоже сенімдімін деп айта алмаймын. Мен біліміме де сенімді, еш нәрсеге сенімдімін деп айта алмаймын. Бәрі келеді кетеді, уақытша дүниелер. Единственное, мен сенімділіктің өзі жоқ, ондай нәрсе жоқ, просто я есть, жай ғана бармын и делаю то, что я делаю. Может, біреуге ол сенімді болып көрінеді, біреуге ол сенімсіз болып көрінеді, а маған бәрібір. Просто жасайтын нәрсені жасайсыз, жасалмайтын нәрсе жасалынбайды. Вот это вот, то есть, сонда ақыр аяғында сенімділікті қалай аласыз дегенде ол Құдайдан ғана емес болды. Сізге Құдайды, сенімділікті беретін жалғыз Құдай ғана. Құдайға қосылдыңыз, сенімділікке қол жеткіздіңіз. Құдайға қосылмадыңыз, сенімділікті алу қиын. Вроде барымша өзіме жұмыс жасаймын, жасайтын спокойная дама, жұмысымда отбасыма байланысты негативный ситуация кезінде шығып кетемін, ашуға қарай. То есть ашуыңыз көтеріліп кетеді, да? Ол ничего страшного, то есть ашуыңыз көтерілсе, андай болу керек та, сіздің ашуыңыз вот это вот неден созылмау керек ашуыңыздың уақыты. Ашуландыңыз там, не знаю, 5-10 минутта, все, остыли. Егер ашуыңызды созып, оны үйіңізге дейін апарсаңыз, үйіңіздің берекесі бұзылады. Үйдегі уют кетеді. Созғыштап оны ертеңіңізге жеткізсеңіз, ертеңгі күніңіздің берекесі кетеді. Сіздің мақсатыңыз пайда болған ашуға ренжімеу, жай ғана оны тезірек бойыңыздан жіберіп тастау, сол ғана. Андай адамдар бар ғой, еш нәрсе жұмысы жоқ, тек өзін дамытады, солай жүреді. Просто осознание арқылы олар уже түсінген ғой, қалай өзімен жұмыстың көмектесетінін, да, қалай вот это вот барлық өзгерісті, когда адам вот это өзіңізбен жұмыс жасаған сайын, бойыңыздағы өзгерісті сезіп бастайсыз. А өзгерісті сезінген сайын вам будет интересно. Өзіңізге қызық, это завлечет. Өзіңізге қызық болады. Өзіңіз өзгергіңіз келіп тұрады, тыныштыққа келгіңіз келіп тұрады, уединениені қалайсыз, жалғыз қалғыңыз келеді деген сияқты, да? Просто сондай олар қызығына кірген. Өмір ол только тыныштықта қызық. Көп адам ойлайды, егер эгомнан шықсам, нәпсімнен шықсам, еш нәрсені қаламайтын болсам, өмірім қызық болмай ма деп. Нағыз насыщенный өмір сол жерде ғана. Только сол жерде шынайы өмір. Ешқандай иллюзиясыз, нағыз чувство, нағыз сезімдер, нағыз эмоциялар, нағыз состояниялар, божественный энергиямен, потокпен. Вот представьте, сіз керемет энергиямен, допустим, ол сабақ кезінде қазір сезініп отырсаңыз, сіз қазір осы кезде ғана сезініңіз, да? Вот это тыныштық, күшті состояние. А люди этим живут күнде. Осы состояние. Қазір сіз сезініп отырған состояниемен адамдар 24/7 өмір сүріп жатыр. Понимаете? Ал сізге почему-то это роскошь. Сіз сабақ кезінде ғана, или бір мотивацияңыз болған кезде ғана, сондай кезде ғана сезіне алып жатсыз бұл нәрсені. Для вас это роскошь. А басқа адамдар тура осы состояние өмір сүреді. Для них это норма. А для вас это мечта. Поэтому вот это вот сезінген состояниеңіз тишины, қазір, если вам интересно, да, қазір осы айтылған нәрсенің бәрін сезініп, жүрегіңізде тыныштықты сезініп отырған болсаңыз, поймите,
арман максатыңыз өчкөндөн кийинги, максатыңыз өчкөндөн кийинги, өз өзүңүздү таап Кудай менен косулуп, эгоңуз өчкөндөн кийинги сиздин күнделиктүү өмүрүңүз ушундай айналат. Не только аптасына бир рет по субботам чувствуете. Сиздин өмүрүңүз сондай айналат. Просто сиз тотальный душевный покой, радостный. Сизди жылатуу кыйын, сизди ренжитүү өтө кыйын, бирок сизди өтө оңой күлдүртүү, рассмешить. Кез келген нерсе сизге, өмүрдүн кез келген окугасы, кез келген дүнүйөсү вам будет нравиться. Проблеманын өзү сизге вам будет нравиться. Сизге бирөөлөр үчүн страшный проблеманы сиз ойнап жүрүп чечесиз. Бирөөлөр үчүн кыйын проблема сиз үчүн проблема экенин билмей да каласыз. Сизге жай гана бир очередная тапсырма сыяктуу сезилет. Просто спокойствие, просто тынчтык. Эмоциональный скачок, эмоциональный качели деген дүниелер жок жаныңызда, денеңизде тотальная тишина. Понимаете? Поэтому нагыз өмүр бул тынчтыкта. Көп адам кээде ойлойт болсо мен андай да. Көбүнесе жазат да маған там күлмейсің деп та. Сен күліп білесің ба осы деп. Мен өмірдегі мен араласатын адамдар, которые здесь мои знакомые, да, олар ойлайды мені бір мынау бір ойлана ала ма осы адам деп та, бір мынау жартыбас деп мен да өмірде ойлана аламын. Потому что мен өмірде бұндай әңгімелер айтпаймын вообще. Мен духовность туралы, өмір туралы мен өмірде сүремін. Мен сөйлемеймін, мен өмірде сүремін просто. Маған біреу қалжыңдаса, мен қалжыңдасып просто әңгіме айтамын, просто жүремін, просто өмір сүремін. Я наслаждаюсь. И олар ойлайды мені өмірде бір ойлана алмайтын, өмірге серьезно қарамайтын бір болады бір адамдар, да, туповатый. Кейбір адамдар сондай деп ойлайды. Потому что мне нравится быть в легкости, постоянно в легкости жить. А когда надо, айту керек жерде, вот осындай, мен сөйлейтінім единственный, осындай сеанстарда, там, эфирда ғана сөйлеймін. А басқа жерлерде мен либо күлем, вот, шучу, күлем, там, да, или болмаса үндемеймін. В основном сондай. И это өмір өте қызық болады. Өте қызық болады. Динара ханым, мысалы, бір ортада Динара дей беріңіз. Ханым деген вообще түрлі. Мысалы, бір ортада бір бар уверенный в себе начитанная отырады, сөйлеп біз үндемей тыныш отырған дұрыс па? Конечно. Конечно. Знаете, көп адам мына нәрседен қорқады да, көп адам үндемеуден қорқады. Үндемей қалудан, жауап айтпай қалудан, сөйлемей қалудан қорқады. Соның кесірінен өте көп адам сен әңгіме айтып жатсаң, сені естімейді. Тыңдайды, бірақ естімейді. То есть сен бір адамға әңгіме айтып жатасың, ол адам басының ішінде уже саған жауап дайындап жатады. То есть өзінің сөйлейтін кезегін күтіп отырады, чтобы высказаться свое. Выжидает свою очередь. То есть өте көп адам сондай. Біреу бір нәрсе айтып жатса, либо өзіндегі ойларымен айтылып жатқан нәрсені салыстырып отырады, момент, либо өзінің басындағы жауабын дайындап отырады, сөйлеп басының ішінде. Или болмаса жаңағы өзінің жауап береді, бір жауап дайындап қояды да, ана әңгімені екінші адам айтып біткенше сол жауапты айтатын уақытын ғана күтіп отырады, естімейді. Қазіргі адамдар бір-бірін естіп, тыңдап білмейді. Просто өздерінің сөйлейтін уақытын күтіп, или мынау маған мынандай нәрсе айтып жатыр, мен қазір не деп жауап берсем болады деген ғана тапсырмамен отырады бастарының ішінде. Понимаете? Ал өте қиын дүние. Сізге бір адамға сөйлесеңіз, ол адам оны естімесе. А что надо? Бірінші тыңдайсыз, потом ойланасыз, тыңдап болғаннан кейін, ол адам полный сөйлеп біткенге дейін тыңдайсыз. Тыңдап біткеннен кейін ойланасыз, ойлап біткеннен кейін сөйлейсіз.
Все должно быть поэтапно. Понимаете? Сол кезде ғана дұрыс коммуникация, екі арада түсіністік, екі арада понимание деген нәрселер болады сол кезде ғана. Анау кейде бір видеолар салған кезде көп адамдар басын ғана тыңдайды да, там ұрсысып бір нәрселер жазып жатады, я просто күлкім келеді. Тыңдамайды до конца, ешкім тыңдамайды до конца. Басында бастапқы нәрсе не істейді да, өзінің жауабын дайындап бастайды. А бұл не то чтобы қоғамда шығып сөйлегеніңізде үйіңіздегі қарым қатынастарда бұл қиын. Күйеуіңіз бір нәрсені айтып жатса, сіз атылуға дайын, ішіңіздегі жауаптарыңызды дайындап жатсаңыз дірілдеп секілдеп та. Или болмаса то же самое, әйеліңізді тыңдамайсыз, ол маған қарсы шығып тұр дейсіз да, әйеліңіздің лишь бы қалай аузын жабу туралы ойлап жатасыз, например. Сонда екі адамның арасынан түсініп кетеді, түсіністік кетеді, точнее. Түсіністік кеткен жерде сыйластық кетеді. Сыйластық кеткен жерде береке кетеді. А береке кеткен жерде отбасы болмайды. Поэтому надо уметь не говорить, надо уметь слушать. Сіз сөйлеуден біз мастер-класспыз да, біз сөйлеуден біз дейтін гран-при аламыз. А попробуйте вы молчать. Үндемей. Көп адам ойлайды, үндемеу ол білімсіздіктің көрінісі, тупостьтің көрінісі деп та. Нет. Бұл өте ложное восприятие, өте қисық қабылдау дәл осы нәрсе. Үндемеу деген ақымақтықтың, ондайдың көрінісі емес. Ақылды адамдар жалпыда, вот эти, на кого вы можете опираться, да, например, аз сөйлейді, нақты сөйлейді, бірақ аз сөйлейді. Бос әңгіме айтпайды, былжыраған әңгіме айтпайды. Они не доказывают, жан таласып өзінікін они не доказывают. Бос әңгіме, жаңағы лишь бы үндемей қалмас үшін пустотаны заполнять етпейді. Мен әйтеуір бір нәрсе айтып қалу керекпін. Жаңағы мен айтқанда, егер де мен ойласам, мен өзімді ақылдымын деп санасам да, это өте ауыр состояние. Мен өзімді ақылдымын деп санасам, сіздер сұрақ қойсаңыздар, мен бүйтіп отырамын да, уже сұрақты қойып отқан кезіңізде мен уже ойлап жатамын. Мен қазір ақымақ екенімді көрсетіп қоймауым керек, мен ақылды болуым керек, мен ақылды жауап. Мен сізді тыңдамаймын. Просто мен лишь бы ақылды бір нәрсе айту туралы ғана ойлап отырмын. Понимаете, өте сложный нәрсе. А когда сіз адамды тыңдап білген кезде, просто адам сізге айтады өзінің айтқысы келгенін, да? Сіз до конца тыңдайсыз, ойланасыз и жауап бересіз. Все просто. Тыңдайсыз, ойланасыз, жауап бересіз. Бірінің үстіне бірін жапсырмаудың қажеті жоқ. Сол кезде ғана сөзіңіздің дәмі, сөзіңіздің тұзы болады. Екі адам бір-бірін түсінеді. Сіз оның айтқысы келгенін толық тыңдайсыз, ойланасыз, өзіңіздікін айтасыз. Ол тыңдайды, ойланады, өзінікін айтады. Категоричный адамдар өте көп. Не айтсаң да өтпейтін адамдар өте көп. Просто бронежилет. Өтпейтін адамдар өте көп. Ондай адамдармен бессмысленно говорить. Бір нәрсе айту, түсіндіру. Лучше тупойсың ба, да тупоймын. Ақымақсың ба, я ақымақпын. Түк білмейсің ба, конечно. Болды. Ешкіммен воевать етудің қажеті жоқ. Ешкімге дәлелдеудің қажеті жоқ. Сіз ақылды адамдар, саналы адамдар жаңағы ақылды әңгіме айтып отыр ма қастарында? Спокойно отыра беріңіз, үндемей. Спокойно отыра беріңіз. Просто үндемей ақ. Сіздің үндемегеніңіз ол сіздің ақымақтығыңызды білдірмейді, ол сіз сөйтіп ойлайсыз. Ал сөйлеген адамның бәрі ақылды емес, поймите. Сөйлеген адамның бәрі ақылды емес.
Динара, сонда оянууга барлық адам келе бермейді ғой, иә, түсінгенім боюнча. Мисалы сондай бұрын жилет адамдар бар ғой да. Адамдын когда эгосу калың болгон кезде келе алмайды. Келе алмайтын адамдар бар, к сожалению. Анау вот это вот Индиядагы билесиздер ма, вот это индуизмдагы касталык илимдер. Енді сол касталык илим жумуш жасайды, ол везде это сознание. А ол қалай, не үшін ол адам ондай болды дегенде, это гены. Егер сіз менее осознанный болып өмір сүрдіңіз ба, сіздің ұрпағыңыз сондай болады. Поэтому тектілік деген қазақтарда бар. Сіз безалаберно өмір сүрдіңіз ба, өз-өзіңізге қарамай, көңіліңіз бөлмей өз-өзіңізге, сіздің ұрпағыңыз сондай болады, потому что это гены передается. Алмадан алма ғана пайда болады. Сонда сіз ұрпағыңызға, жалпы бәріне, отбасыңызға қайтып көмектесем десеңіз, только өз-өзіңізді өзгертіп қана көмектесесіз. Только единственный путь өз-өзіңізді өзгертіп қана көмектесесіз. Сіздің вот это вот осознанияларыңыз, сіздің осознанно сүрген өміріңіз, это наследие. Ол наследие ретінде қалады. Сіздің ұрпағыңызға беріледі, ол біреудің бойында ашылады, сіздің бойыңыздағы даналық. Поэтому ата-бабалардың энергиясы до сих пор существует. Поэтому вот это вот Қытайлар, вот это вот біздің қазақтар оны жақсы білген, да, это Японияда жақсы білген. Карл Юнг бар, соны до конца кәдімгі кітаптарын оқысаңыздар болады. Ата-бабаның энергиясы, ата-бабаның жаңағы рухы солай жұмыс жасайды. Мал қалғанша тал қалсын деген сияқты, олардың малы қалмайды, бірақ басындағы осознаниялары клеточный уровеньде жатталады. Жатталған нәрсе передается қан арқылы. Поэтому радуйтесь. Осы жерде осындай әңгімені түсіне алатыныңызға, Құдайдың сізге деген мейірімі, во-первых. Во-вторых, өмірдің билетін ұтып алдыңыз. Бақыттың билетін, считайте, ұтып алдыңыз. То, что вы понимаете. Адамдар бар, которые просто близко даже не подходят к этому. Осыдан бірнеше күн бір момент тыныштық кеткенде өзім түсіндім, қандай сезім екенін, оның клеткаларының әлем табиғаты байланысты ойлап қонаққа шақырғандай болды. Содан түсінбей қалдым ба, содан болған сол ойдан жатқанда сезінеді. Іздейтін екенсің, соны қайта іздеп осы курсқа келдім. Да, момент сезінгеніңіз, вот сол момент сезінген нәрсені постоянно чувствовать. Всегда. Всегда чувствовать. Сол тыныштық деген. Бүкіл әлемді сезінесіз. Бүкіл әлемді, бүкіл табиғатты, барлық нәрсені сезінесіз. Тотальная тишина. Прикиньте, денеңіздің ішіндегі спокойствие. Мне кажется, денемдегі бір сезімдер басқаша өзгеріп кеткен, я не могу даже это описать. Бұрынғы денемен қазіргі денемдегі чувство, да, это не эмоция. Қуаныш, благодарность сияқты эмоция емес, это по-другому ощущается, телоның өзі. Я знаю, что это другое какое-то, но я не могу это описывать. Это другое состояние. Просто андай, да, денеде тыныштық болған кезде баста негативный ой пайда болса да, дене өздігінен өшіреді. То есть сіз басыңызда ой пайда болған кезде негативті, сіз оны осознавать етіп, терең-терең тыныс алып, денемен өшіретін едіңіз ғой, да? Ендігіде басыңызда негативті ой пайда болса, дене өзі-ақ өшіріп береді. Помогает вам, способствует. А вы постоянно в тишине. Не надо гонять, жаңағы бірдеңеге асығып, еш нәрседен құр қалмайсыз, еш нәрсеге асықпайсыз, еш нәрсені күтпейсіз, еш нәрседен кеш қалған жоқсыз, вы всегда в моменте. Керекті сәтте, керекті жерде отырасыз, болды.
әп-әдемі болып керекті жерде керекті сәтте отырасыз. Все вокруг, бүкіл нәрсе сізге қарай иіледі. Бағанағы басында айтқанымда, әлем сізге өзі көмектесіп бастайды. Бүкіл әлем будет вам служить. Адамдар сізге жақсы көңіл күйімен помогают, ақшасын беріп помогают, заботасын беріп помогают, услугасын беріп помогают. Табиғат барлық сізге жасыл желегін береді. Жануарлар бүкіл етін, сүтін, барлық дәмдісін береді. Ауасын береді табиғат, суын береді, жылуын береді. Бүкіл нәрсе сізге удобствосын береді. Бүкіл адам, бүкіл табиғат, бүкіл әлем сіздікі. Сіздің әлеміңіз сізге көмектеседі, қызмет етеді. Өз кезегіңізде сіз просто потребитель емессіз, который паразит сияқты пайдаланып қана өмір сүретін. Сіз өзіңізден көмек бересіз. Обратная связь. Көңіл күйіңіз арқылы, состояниеңіз арқылы, поведениеңіз арқылы, энергияңыз арқылы, аураңыз арқылы, идеяңыз арқылы, жұмысыңыз арқылы. Всем, чем можете, вы тоже будете помогать, отдавать своему же миру. Үйіңіздегі мысалға әлемді үй деп алатын болсаңыз, сіз үйіңіздің шаңын сүртесіз ғой, постоянно заттарға бережно относитесь, да? Заттарыңызды реттейсіз, жөндейсіз, бережно относитесь. Например, төсегіңізді заправляете, төсегіңізді, постельдеріңізді жуасыз. Ол төсегіңіз, в свою очередь, сізге удобство, жұмсақтық береді, ұйықтаған кезде күшті ұйықтайсыз сол төсекте. Төсек сізге удобствосын берді, сіз төсекке тазалық бердіңіз. Взаимообмен. Өмірде де дәл сондай. Никогда потребительский өмірді сүре алмайсыз. Олай сүрсеңіз ақша бүкіл поток жабылады, когда вы просто потребитель. Ол просто паразиттер дамымайды, паразит өмір сүрмейтін когда. Или болмаса керісінше паразит емес, керісінше жертва болсаңыз. Только бере бересіз. Төсегіңізді, постеліңізді апта сайын жуа бересіз, да, ауыстырып күнде заправлять етіп, бірақ өзіңіз полда ұйықтайсыз. Удобствоны алып жатсыз ба? Нет. Ұйқыңыз дұрыс емес. Астыңыздан су өтеді, қатты, демалмайсыз. Сіздің ұйқыңыз бүкіл өміріңізге әсер етеді. При этом сіз постеліңізді жуа бересіз, кешке дейін төсегіңізді әдемілеп қоя бересіз. В чем кайф? Ала алмасаңыз. Кейбір адамдар алып білмейді, кейбір адамдар беріп білмейді. Ал сіз алып та беріп те білу керексіз. Это уметь надо. Соянған соң сол қарапайым адам болып қалдыңыз ба, қатты өзгеріп кетем ба деген бір түрлісіз. Әрине, қарапайым өмірге қайтып келесіз. Ешқайда кетпегеніңізді түсінесіз. Как будто бір жерге барып, бір оянып, бір жерге баратын сияқты сезіледі. Шындығында еш жерге кетпегенсіз. Сол отырған жеріңізде отырғансыз, мименен барып келгенсіз просто. Миыңыз барып оянып қайтады, сіз отырған жеріңізде отырасыз. Сол өмір. Просто сол өміріңіз осыған дейін сізге бір безвкусный, бірдеңе болса, мән мағынасы жоқ. Сіз оянып келгеннен кейін сознательно, да, денеңіз отыра береді, сол өміріңізде сүре береді. Сознательно оянып келгеннен кейін тура сол өмір. Бірақ та каждый нәрсе будет иметь смысл. Сізге обычный таңертең оянғаныңыздың өзі в удовольствие. Шай ішкеніңіздің өзі в удовольствие. Қимылдағаныңыздың өзі в удовольствие. Жүргеніңіздің өзі в удовольствие. Сөйлегеніңіздің өзі, кез келген нәрсе, кез келген қимыл, движение вам в удовольствие. Удовольствие создает удовольствие. Размножается по умолчанию размножается. Бір рет сол сіз өзіңізді потокқа үйрету керексіз. Потокпен өмір сүруге, энергиямен өмір сүруге. Ондай потокты көтере алатын сана болу керек, көтере алатын сознание болу керек.
Огромные деньги, огромный поток. Огромная тишина, огромный поток. А сіз кететкен нәрсеге ренжіп отырсаңыз, да, біреудің сөзі келіп сізді ренжітіп кетсе, қиын ғой. Потокты ұстай алмайсыз сондай кезде. А ол үшін тыныштық. Оянудан бастаңыздар. Это азбука. Бүкіл әріппені үйрену үшін әліппе керек қой, ең маңызды әліппе әріпті үйрену үшін. Ана ояну курста сол әліппе. Все поймете там. Матрицадан шығасыз и түсінесіз, где вы, где мир. Керемет күшті түсінік келді. Рахмет сізге. Сана көтере аламын деген қалай, мен оянуды көтере аламын ба? Сұрақтарыңыз нормально. Да, қорықпаңыз. Это ваше, именно осы қорқынышыңыздан шығасыз. Сіз бағана келдіңіз емес па, да, сеансқа, Әйгерім? Это же вы. Қатысып отырмын деген емес. Қорықпаңыз. Именно сізге керек нәрсе. Қорқып жатсаңыз, қайтадан келесіз сеансқа. Шексіздікке қосыласыз энергияға. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Құдайдан қалай қорқасыз? Құдайға ұмтылу керек. Құдайға қосылу керек. Единственная ваша задача в этой жизни, да, өмірдегі жалғыз тапсырмаңыз, ол сенімді арттыру ғана. Только Құдайға деген сенімді арттыру. Қай күні Құдайға деген сенімге қол жеткізесіз, бітті. Все без лимит, все включено. Только все работает через веру. Сенім арқылы ғана. Бай болатыныңызға сендіңіз, боласыз. Бақытты болатыныңызға сендіңіз, боласыз. Кім болмаңыз, кім болғыңыз келмесін, кез келген адамға, кез келген деңгейге жете аласыз. Лишь бы сізге жетпейтін сенім ғана. А мен қалай жетем, маған мүмкін емес деген сомненияларыңыз ғана сізді жеткізбейтін. Сізге сонда не керек дегенде вера керек. А кто создает веру? Веру создает Бог. Вераның өзі это төменгі деңгей. Верадан кейін знаниеге өтесіз. Ең жоғарғысы, ең бірінші сенімге қол жеткізесіз. Сенімнің ар жағында знание. Құдайдың бар екеніне сенбейсіз, Құдайға сенбейсіз, білесіз. Болды. Это так. Например, былай да ол, мен бай болатыныма сенемін деген бір состояние. Мен бай боламын, это так, это факт деген екінші состояние. Поэтому панс. Сол жалпы. Қатысқандарыңызға рахмет. Сөйлеп су алып келіп, басым аузым құрып кетті. Қатысқандарыңызға рахмет. Келесі эфирде кездескенше, енді қолым тимей отырған еді, енді ютубтарға там это видеолар қысқа да буду выкладывать. Салып, главное, өз-өздеріңізді дамытып. Айттым ғой, бір рет ішіңіздегі жыртығыңызды жамап алыңыз. Болды сосын. Сосын болды. Ары қарай целостный өмірді сүресіз. Толыққанды өмірді сүресіз. Одан асқан бақыт, одан асқан жұмақ жоқ, жердегі жәннат сол болды. Просто қарапайым, обычный өміріңізді спокойно сүресіз. Барлықтарыңызға рахмет, қатысқандарыңыз үшін. Қайырлы түн. Келесі эфирде кездескенше будут новые темы.